Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 16 қыркүйек. Лексикалық тақырыбымыз қыс түсті. Грамматикалық тақырыбымыз сөйлеудегі кідірістің рөлі. Дәптерімізді ашып, күннің ретін, лексикалық және грамматикалық тақырыптарды мұқият жазамыз. Оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңдар. Бірінші А тапсырмасы. Мәтінге сүйеніп, қыс мезгілінің боранды күнін сипаттап шағын эссе жазыңдар. Яғни бірінші тапсырмада боранды күннің және боранның түрлері жайында жазған. Сол мәтінге сүйене отырып, өзіміз эссе жазып береміз. Міндетті түрде жазылған эссені маған жеке чатыма жіберетін боласыңдар. Себебі балалар, жазу бізде мүлде қалып бара жатыр. Білімлендікке қарай сүйеніп кеттікте, менің берген тапсырмаларым аз орындалып жүр. Енді аты жөндеріңді жазатын боламын чатқа. Кім орындап отыр, кім орындамай отыр. Жарайды ма? Екі жақта үлгіруге әбден болады. Білімлендікті орындап болғаннан кейін дәптерді де орындандар. Себебі жазуларың нашарлап кетеді. Таза, сауатты жазуға қалыптасуды ұмытып қаламыз. Сол себепті де жазып орындаймыз. Жарай ма? Енді грамматикалық тақырыбымыз балалар. Сөйлеудегі кідірістің рөлі. Кідіріс деген не өзі? Кідіріс деген тоқтау, Былайынша синонимі кідіру, тоқтау. Бұл сөйлеудің арасында бізге тоқтаудың, яғни кідірудің қандай рөлі бар екен? Бүгінгі тақырыбымыз сол жайында болмақ. Кідіріс, сөйлеу үстінде болатын кідіріс, үзіліс. Сөйлемдер, ондағы сөздер мен сөз тіркестері әр уақытта бір сыдырғы ұласқан әуенмен айтылмай, әредік олардың арасы үзіліп айтылады. Кідірістің негізгі міндеттері мәтінді бөліп мүшелеу және сол бөлшектенген мүшелердің арақатынастарын айқындау, мағынаны түсіндіріп, жазылған мәтінді ажыратып оқу, түсіну үшін белгілі дәнекерлік қызмет атқару. Яғни балалар, адам сөйлеген уақытта әр сөздердің арасында белгілі бір кідіріс жасайды. Бір сыдырғы тоқтамай сөйлеуге болмайды, себебі сөзіміздің мағынасын біз ажырата алмай қаламыз олай болса. Мысал беріп көрейік. Балапан торғай ұясында отыр. Бұнда бір балапанның торғайдың ұясында отырғандығын біліп отырмыз, Екінші сөйлемді тыңдап көріңдер. Балапан торғай ұясында отыр. Бұнда кішкентай ғана торғайдың балапанының өзінің ұясында отырғандығын байқадық. Бірдей жазылып тұрған сөйлем, екеуін қараңдаршы. Бірақ екеуінің мағынасы өзгеріп тұр. Бұл ненің әсері? Әрине, кідірістің әсері. Бірінші сөйлемде балапан деген жалғыз сөздің кідіріспен бөлінуінің арқасында балапан торғайдың ұясында отыр деген мағына берсе, екінші сөйлемде кідіріс арқылы екі ырғақты топқа бөлінген балапан торғай және оның өз ұясында отырғандығы жайында. Бұл сөйлемде торғайдың балапаны өз ұясында отыр деген мағына беріп тұр деп мында да беріліп тұр екен. Түсіндік па балалар? Сонда біз кідіріс арқылы да, яғни үзіліс әр сөздің арасында белгілі бір мағынасымен үзіліс жасаудың арқасында сөйлемдегі сөздердің мағынасын өзгерте алады екенбіз. Бірақ кідіру қажет екен деп кез келген жерге кідіруге де болмайды. Түсінікті ма? Түсінбесек, маған жекеге шығып міндетті түрде сұраймыз. Жазылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Кідірістің орнын өзгерту арқылы сөйлемдегі мағынаның өзгеретініне дәлел бола алатын 5-6 сөйлем құраңдар. Үлгі. Арман жайында отырған баладан сұрады. Мен кідіріссіз оқып шықтым, тыңдайықшы. Арман жайында отырған баладан сұрады. Енді осыған кідіріс қойып мағынасын өзгертіп көреміз. Арман жайында отырған баладан сұрады. Бұнда арман белгілі бір баладан сұрағандығын айтып тұр. Жайында отырған деген сөз бұл жерде балалар
өзімен өзі отырған баладан деген мағынаны білдіріп тұр. Арман жайында отырған баладан сұрады. Мұнда жайында отырған баладан деген сөз тұтас болып, күрделі сөйлем мүшесі болып, кімнен деген сұраққа жауап беріп тұр. Арман кімнен сұрады? Жайында отырған баладан сұрады. Түсінікті ма, балалар? Ал екіншісі қалай болады екен? Арман жайында отырған баладан сұрады. Бұнда мағына мүлде өзгеріп кетті. Бұл жерде белгілі біреулер арман жайында сұраған білдіріп тұр. Кім жайында сұрады? Арман жайында сұрады. Түсіндік па, балалар? Осылай етіп, кемінде 5-6 сөйлем құрап көреміз. Онда белгілі бір сөйлемді жазасыңдар, содан кейін осындай арасына кідіріс қою арқылы мағынасын өзгертіп маған жібересіңдер. Тапсырманың дескрипторы 5-6 сөйлем құрап жазады, көркем жазады, қатесіз жазады. Және міндетті түрде маған суретке түсіріп жібересіңдер. Ендеше сау болыңдар. Мен ертерек тапсырмаларды жібере беремін. Сендер кешке дейін қолдарың бос уақытта орындап маған жіберіңдер. Сау болыңдар тағы да.